Акбар қажылық дегеніміз не? Ол 70 қажылыққа тең. Қажылық пен умра ұқсамайды. Қажылық басқа, умра басқа. Умраға барсаңыз қажылық өтеген болмайсыз. Қажылық бір жылдың ішіндегі арнайы белгіленген уақытта ғана болады. Ал умра қажылық күндерден басқа кез келген күндерде бола береді. Бұндағы маңыздысы қажылық болмақ, умра маңызды емес. Себебі Алла шамасы келетін адамдарға қажылықты парыз етті. Оның сауабы айтып жеткісіз. Демек сіз 1000 я 10 000 рет умраға барсаңыз да бір қажылықтай бола алмайды. Сондықтан алдымен ақшаны ысырап етпей қажылық бітіріп алыңыз. Сосын умраға қанша барғыңыз келсе, сонша барарсыз. Ертеде адамдар алдымен қажылығын өтеп алған соң ғана умраға баратын. Умраға барса, қажылық өтеу болып есептелінбейді. Осыған көңіл бөлу керек. Қажылық қасиетті 4 айдың бірі Зұл-хижжа айының 8-ші күні басталады. 9-ші күні Арафат, ал 10-ші күні Құрбан айт болады. Бұнда акбар қажылық, яғни ұлық қажылық деген қажылық бар. Егер Арафат жұма күні, яғни бейсенбі кеште басталса, сол жылғы қажылық акбар қажылық делінеді. Айта кетерлігі, ислам күнтізбесінде жаңа күн ақшам намазда басталып, ертесі ақшамға дейін жалғасады. Сондықтан жұма күні бейсенбі кеште басталып, ертесі кеште бітеді. Пайғамбарымыздың хадистерінде акбар қажылықтың сауабы басқа жылдардағы қажылықтан 7 немесе 70 есе көп болатындығы айтылған. Акбар қажылық сондай шарапатты қажылық, қажылығы акбар қажылық болғандар расында тәлейлі жандар. Биыл, яғни 2025 жылдың, демек хижри 1446 жылдың қажылығы акбар қажылық болуы да, болмауы да мүмкін. Ол айдың 29 я 30 күнге толуына байланысты айды күту керек. Мәселен, бұдан бұрын 2022, 2014, 2009, 1999, 1996, 1991, 1988, 1983 жылдары акбар қажылық болып өтті. Ал заманның иесі Мәхди Хазіретте акбар қажылық болғаннан кейін көп ұзамай шығады. Бірақ қай акбар қажылық болған жылы шығатыны белгісіз.